Сіздерме балалар, біз бүгін қазақ тілінен өзіміздің сабағымызды алып қадамдармен бастағым келіп тұр. Алдарында еденде алып қадамдар жатыр. Осы алып қадамдардағы сөздер арқылы, суреттер арқылы өз ойларыңды, болашаққа қадамдарыңызды айтып өтсеңдер. Мен әлемді жақсы көремін. Мен мына баспалдақ менің де көмірім. Мен өте мықтымын. Мен өз өмірімнің уәзірімін. Мен әлемін. Мен баспалдақпын. Мен көмірімін. Мен мықтымын. Мен өзім шыққаншымын. Мен әлемді жақсы көремін. Мен өзімнің әлемім. Мен баспалдақпын. Мен өте көмірім. Мен мықтымын. Мен өз өмірімнің қаншасымын. Мен әлемді жақсы көремін. Мен баспалдақпын жаным. Алып қадамдармен басып өттіңдер, бізден сізге деген өзіміздің ұранына шақырғым келіп тұр. Кәні барлық экраннан осыны қолмен оқиықшы. Бізге қарыз алғанымыз, өзге қадам салғанымыз, барлық өмірмен әрқашан сәлемдесіп аламыз. Алақанды ашайық, күн шуағын шашайық, жүректегі жылуды бір-бірімізге шашайық. Тамаша балалар, міне бір-бірімізге жылу тараттық па? Мейірімізді төктік пе? Амандасып алдық па? Тамаша, ендеше қазір жебеден алып, өз орнымызды, тобымызды анықтап, өз орындарына жайғасуларыңызды сұраймын. Қазақ тілі сабағынан біз балалар құндылықтар деген бөлімді аяқтадық. Құндылықтар деген бөлімді. Енді осы құндылықтар дегеніміз не? Сол есімізге түсіріп жіберейікші. Мысалы, бізде отбасы құндылығы бар. Отбасы құндылығында махаббат, сүйіспеншілік, адамгершілік, сыйластық жатады. Мейірімділік жатады. Тамаша. Тағы да құндылық аяғы. Табиғат деген құндылығымыз бар. Оның мейірімшілікпен қорғап, қоқыстарды тастамайды. Дұрыс, табиғатта біздің құндылығымыз бар жатады, оны да қорғауымыз керек екен. Тамаша. Ендеше осы балалар мен сендермен құндылықтар туралы білімдеріңді тексеріп алу мақсатында мен сендерге бір ойын алып бердім. Қазір соны көрсетейін. Қазір мына ғажайып формуламен айналдырамын. Содан кейін қандай сұрақ келеді, соған қол көтеріп жауап береміз. Өмірлік құндылықтарды ата дейді. Осы сұраққа жауап бергісі келеді. Өмірлік өмір, өмірлік құндылықтарда не жатады? Өмірлік құндылықтар дегеніміз осы өмірде бақыт, денсаулық және достарымыз, отбасымыз болады. Өмірлік құндылықтар денсаулық, бақыт, білім және достарымен отбасының аман есен болу екен. Тамаша. Келесі. Кісіге қарап есінеме дейді. Бұл не? Нұрай? Кісіге қарап есінеме болмайды, бұл әдепсіздік. Бұл әдепсіздік екен, иә? Бұл әдепсіздік екен. Бұл ендеше қандай құндылыққа бізді бағыттап тұр? Әдепті болу керек екендігін айтып кеткен. Тамаша. Келесі. Әдептілік ар-ұят қандай құндылықтарға негіз болады дейді. Әдептілік ар-ұят бұл қандай құндылықтар? Иә, қол көтерейік, Ақбиік. Әдептілік ар-ұят деген ол адамдарға есінеме, адамдарға құрмет көрсету деген сөз. Иә, құрмет көрсету, кішіпейіл болу, сыйластық таныту, яғни әдепті болу, бұл біздің көркем мінез құндылығына жатады ма балалар? Әдептілік ар-ұят бұл біздің көркем бойымыздағы көркем мінез құндылығына жатады екен. Тамаша, жақсы. Ең кең білімді байлықтан артық көреміз. Ал, Азамат. Білім байлықтан күштірек зат. Өйткені біліммен біз байлыққа да жете аламыз, өскен мықты отбасымызбен де әдептілік сөйлеп және бақытты өмір сүреміз. Жақсы. Ендеше балалар, білім байлықтан артық екен? Тамаша айтып берді, Азамат бізге. Өйткені біліміміз бар болса, біз байлықтан кедергісіз жете алар екенбіз. Тамаша. Табиғи құндылық пен материалдық құндылықтың айырмашылығы не дейді?
табиғи құндылық пен материалдық құндылықтың айырмашылығы неде? Иә, кім айтады? Басқа балалар. Басқа burada. Табиғи құндылық, табиғаттан біз материалдар, ағаштар үшін аламыз. Заводтарға барып, материал өндіріледі, жасалады. Солай ма? Кәні кішкене ойланып жүрейік, иә? Кім көмектеседі? Ақбейін? Отыра бұрақ Табиғи заттар ол табиғаттан шыққан құндылықтар болады. Ал материалдық заттар ол біз өзіміздің қолымыздан айтылды ғой, табиғи құндылыққа не жатады? Бірінші соны анықтап алыңыз, табиғи құндылыққа денсаулық және біздің біліміміз бар болған. Біздің көзқарасымыз, өмірге деген көзқарасымыз, денсаулығымыз, біліміміз бұл біздің бойымыздағы жақсы қасиеттеріміз табиғи құндылыққа жатады. Ал материалдық құндылық дегеніміз не? Ол не? Үй, көліктер, ақша, бұл материалдық құндылық. Бізге қажет құндылық. Енді екеуінің айырмашылығы не? Біреу табиғат. Жоқ. Біреу денсаулықпен, ал табиғи құндылық ол біздің бойымыздағы жақсы қасиеттер, біз көп болатын болса, құндылықтар ол бізге керек. Енді екеуінің айырмашылығы дұрыс. Біз өмір сүруіміз үшін бізге материалдық құндылықтарға қажет, бірақ табиғи құндылық басым болу керек екен. Табиғи құндылығымыз біздің бойымыздағы жақсы көркем мінезіміз, біліміміз, денсаулығымыз бәрі болатын болса, біз материалдық құндылықтарға жете аламыз. Жақсы. Жаңа айтып кеттік, үлкеннің алдында ізетті бол. Бұл не? Бұл тәрбие. Тәрбие дұрыс. Сосын әдептілік, Адамгершілік. адамгершілік. Тамаша балалар. Міне, біз құндылық туралы білімімізді еске түсірдік пе? Еске түсірдік. Жақсы. Олай болса балалар, біз осы өзіміздің бүгінгі білімімізді от шашу қалыптастырушы бағалау арқылы қайтеміз, өз білімімізді дәрежеге жөнелтеміз. Ой шақырып алып келді ме балалар? Суреттерді суреттейікші. Осы суреттерді не көріп тұрмыз? Бұл суреттерді сендер қалай суреттей алады екенсіз? Отбасы деп. Иә, кәні іңкәр айта ғой. Жиналып өздері отыр. Иә. Бұл жерде біз қандай құндылықты көріп тұрмыз? Отбасы құндылығын көріп тұрмыз. Отбасы құндылығында жаңа өздерің айтып кеткендей қандай? Сыйластық, адамгершілік, махаббат, мейірімділік орын алған екен. Жақсы. Жақсы отырады. Келесі суреттен салт дәстүріміз. Ол біздің қандай құндылығымызға жатады? Ұлттық құндылығымызға жатады екен. Ұлттық құндылықты дәріптеу, ол болашақ сендердің міндеттерің. Ұлттық құндылықты кейінгі ұрпаққа алып жүру, ол сендердің еншілеріңде. Өйткені біздің салт дәстүрімізді, ұлттық құндылықтарымызды кейінгі ұрпаққа жеткізе білуіміз керек. Сонда халқымыз әрқашан қайтеді? Өркендей береді. Ұлттық мұрамыз ұмытылмайды. Түсінікті ғой, иә? Мұнда табиғаттағы жер ана, топырақ ана, иә? Өсімдіктер олардың барлығы біздің табиғи құндылықтарымызға жатады, иә? Табиғаттағы құндылықтарымызға жатады. Өйткені табиғатты қайтуымыз керек. Сақтау керек, қорғау керек. Олар бізге не үшін қажет? Біз бәрі Мына жерде біз мәлімет бар, иә? Үлкенге құрмет көрсету керек. Үлкенге құрмет көрсету керек екен, мына жерде біз жақсы. Мына жерде біз достықты көріп тұрмыз, өйткені адамға кім керек? Дос керек екен. Адам өзінің досымен әрқашанда мықты болатынын ешқашанда естен шығармауымыз қажет. Жақсы балалар, міне сендер суреттерді сөйлетіп, жандандырып, өз ойларыңды ортаға салдыңдар. Тамаша. Енді балалар, бүгінгі біздің осының барлығы біз бағанадан бері қарауды қайталадық. Құндылық деген қарауға назар аударып, сол бойынша өзіміздің алған білімдерімізді қайтып, ортаға салдық. Енді біздің бүгінгі сабағымыз мен яғни жай сөйлем, құрмалар сөйлемдер туралы білімдерімізді қайтеміз, еске түсіріп, сол білімді қайталаймыз. Енді балалар, қазір мен сендерді 3 топқа бөліп тұрсыңдар ғой. Осы 3
топ арқылы осы жай сөйлем, құрмала сөйлем туралы білімдеріңізді еске түсіріп тапсырмаларды орындаймыз. Сол үшін сіздерге сұрақ, жай сөйлем дегеніміз не, құрмала сөйлем дегеніміз не, еске түсіріп жіберейікші. Иә, Әмір. Жай сөйлем дегеніміз ол бірақ мағынаны білдіретін сөйлем, ал құрмала сөйлем дегеніміз екі немесе одан да көп мағынаны білдіреді. Және олардан екі сөйлем құрастыруға болады. Жақсы. Құрмала сөйлемді тағы да бір айтып жіберейінші. Құрмалас неше жай сөйлемнен құралады? Екі Немесе үш немесе одан да көп жай сөйлемдерден құралып бір мағынаны білдіреді. Иә? Құрмала сөйлемдер қалай жазылады? үтір арқылы жазылады екен, иә? Жай сөйлемдердің арасына не қойылып жазылады? Үтір арқылы жазылады екен. Жақсы, тыныс белгілерді еске түсірді. Енді мен қазір сендерге тапсырмаларды беремін. Балалар, сендердің алдарында қалыптастырушы бағалаулар жатыр, иә? Осы қалыптастырушы бағалаулар арқылы қазір тапсырмаларды қалай орындап отырмыз, соған 10 балдық жүйемен өз білімдеріңді бағалап отырасыңдар. Әрине, қалыптастырушы бағалау кезінде сендерге адалдықты, әділдікті талап етеміз. Өздеріңізді әділ бағалауға тырысыңдар. Бірінші топтың тапсырмасы бізде оқулықтарды ашасыңдар, 66 шартты бұл сызба бойынша сөйлемдерді құрайсыздар. Бірінші топ бізде оқулықтарды ашыңдар, 66 бет сызбады, сол сызба бойынша жай сөйлем, құрмала сөйлем құрастырып жазасыңдар. Түсінікті ме? Бүгінгі күні жазып қоямыз, бүгін 24-ші қазан. Екінші топқа айтулы даталар дейді балалар. Біз білеміз, иә? Биыл Мұхтар Әуезовтің туғанына неше жыл болады? 165 жыл болады, иә? Одан кейін біздің еліміздегі мерекелер, иә? Соларға байланысты тапсырмалар бар. Осы тарсия әдісі арқылы сол айтулы даталарды құрап шығасыңдар. Тарсия дегеніміз балалар пирамида. Пирамида дегенді білеміз ғой? Ол қандай фигура? Пирамида ол кеңістік фигурасына жатады ма, жазықтық фигураға жатады ма? Кеңістік фигурасына жатады. Біз қандай пирамидаларды білеміз? Иә, Кеопс пирамидаларын білеміз. Ендеше біз осы тарсия әдісі арқылы қазір сол пирамиданы құраймыз, бірақ мұндағы айтулы даталарды математикалық тапсырмаларды орындай отырып жүзеге асыратын боламыз. Енді бізде үшінші топқа лепукты алып келді, яғни сендер орнын тауып, орналастырып, сол бойынша сөйлемдер құрайсыздар. Ол сөйлемдердің жай сөйлем және құрмала сөйлем болу керек. Жұптасында жасай кетсіңдер, сол жолы. Орындарға қоясыңдар. Содан осы құрастырған суреттердің бойынша сөйлемдер құрайсыңдар. Бірінші сызбада қандай сөйлем құрау керек? Жай. Екінші сызбада құрмала сөйлем. Екі сөйлем құраңдар. Бір жай сөйлем, бір құрмала сөйлем. Пирамиданы білеміз, біз қандай құрайық? Бос жағы басына кету керек, бас жағы бос. Тұрадыққа сөйлемдер жазып қойыңдар, өздерінің таңдайлары бойынша. Қандай мерекемен сәйкес келіп тұрғанын айтасыңдар, сөйлемдер жазамыз. Мынау енді қанша болсын? 800 болды, ол не қалып етеміз. Сонда пирамида құралды ма? Жақсы. Жақсы. Болсаңдар, қол шапалақтап белгілерін. Екінші топ тапсырмаларын орындады. Қазір оқимыз. Бір жай сөйлем, бір құрмала сөйлемді сызба бойынша құрастырасыңдар. Болыңдар ма? Болса, мен қол шапалақпен белгілерін. Жақсы. Үшінші топта тапсырмаларын орындап болды. Бірінші топ дайындығында сызбамен сөйлем құрау қиынға түсті ма сендерге? Жоқ, сөйлем құрау қиынға түсті. Мен далаға шығып, мұнда қарай құрастым. Шығып, қарай ойын. Тапсырмаларды үш топта орындап болды. Қазір тапсырмаларды қорғап алғаннан кейін өздеріңді домбыра арқылы қайтесіңдер бағалайсыңдар. Жақсы ма? Бір сөзді бірінші топқа береміз. Кім қандай сөйлем құрады? Сызба бойынша. Нұрислам, сен сөйлемін оқи ғой.
көкшетауға бардым. Қандай сөйлем? Жай сөйлем. Тамаша. Азамат, сен сөйлеміңді оқы. Мен вокалға бардым. Қандай? Иә. Екінші сөйлемі? Есек ойнап су ішті. Есек ойнады, су. Бұл қандай сөйлем? Құрмалас сөйлем. Жақсы. Бағалай қой өзіңді Нұрай. Мен театрға бардым. Жай сөйлем. Ойыншық құлап қалды. Бұл құрмалас сөйлем. Тамаша. Мен тауға шықтым. Бұл жай сөйлем. Жай сөйлем. Жақсы. Тамаша. Жай сөйлем, құрмалас сөйлем тұрады. Бірінші топ домбырамен өздерді бағалайсыздар. Екінші топ бізге партиямен айтылу даталарды оқу керек. Көзді жаба алмайды, ақылы көзді жаба алмайды. Бейтарыс соңтамын бұларына жетеді жол. Иә. Ой көлемге қырық қосылған 4.38. 800. Жақсы, иә. 30 тамыз Конституция күні бір класстың 10-шы класстың Иә. 16-шы желтоқсан тәуелсіздік күні 966 сен 16. Жақсы. Жеті атасын білмеген жетесі 777 бөлінген 111 тең 7. Әзір тіліп ұят адамшылықтың белгісі. Тамаша. Тамаша. Тағы 400 бөлінген 100 400 Қазақстан Республикасының рәміздері күні 4-ші мамыр. Тамаша. Мұхтар Әуезов Осман 166 жыл. 31 жыл бітірген 5. Тамаша. Тамаша. Өздеріңді бағалаңдар. Айтулы даталар мен мерекелерді жақсы орындап шықты. Қандай фигура құрылды? Балалар алдарыңызда? Пирамида құрылды. Тамаша. Енді үшінші топ. Нұрай. Домбыра шеттер аспап, жай сөйлейді. Сасымай іргелі аспап, және оның даусына бәрі таңғалады. Сол үшін мен де оны таңғалып тыңдаймын. Жақсы, жақсы. Жай сөйлемден құралған мәтін болды, иә? Келесі, Ақбота. Қобыздың бәрі сесініп тыңдайды. Жай сөйлем. Қобызды бәрі сесініп тыңдайды, жай сөйлем. Сендер не құрастырдыңдар? Қазақтың музыкалық аспаптарын құрастырды. Жақсы. Келесі, Ақбейіл. Бәйтерек ол біздің тәуелсіздік ғимаратымыз, және онымен қоса біздер ту елтаңба әнұран бар. Бұл құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлем, иә. Жақсы. Бұл Қазақстан мемлекеттерінің Астанада тұрған ғимарат, және де рәміздеріміз. Тамаша. Тыңдар. әртүрлі қазақтарда олар оюлармен жүрек алады, көйлектерді киеді және басына тақия киеді. Не туралы құрастырдың сен? Қазақстанның халқының ұлттық киім, ұлттық киімдері, иә? Сендердің алдарында қандай суреттерді үлестірдім мен? Барлығы қандай құндылыққа жатады? Қандай құндылыққа жатады? Ұлттық құндылық. Біздің аспабымыз, киімдеріміз, рәміздеріміз, бұл біздің ұлттық құндылықтарымыз екен. Жақсы болды. Тамаша. Барлықтарын бағаладық па? Өзімізді әлі бағаладық деп мен сендерге сенемін. Енді балалар жұптық жұмысқа кезектелінген. Қазір сендерге кадрдағы карточкалар деген тапсырмамен сендердің алдарына мынандай суреттерді жұптап таратып бермекшімін. Осы суреттер бойынша өз ойларыңды айтыңыздар. Қазір мәнді, мағыналы мақал мәтел құрастырып бересіңдер. Жұптық жұмысқа, иә балалар? Осы алдардағы суреттер арқылы қандай мақал мәтел немесе мәнді ой айтуға болады, соны маған құрастырып бересіңдер. Дайынсыңдар ма? Тамаша, кәні қол көтеріп айтамыз. Аяғы суретін көрсетіп тұр, кәні. Әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала сорлы бала, иә? Мұнда қандай құндылық туралы айтып тұр? Көркем мінез туралы айтып тұр. Тамаша, жақсы, ал әлі
кітап білім қуаты, білім өміршілігі. Жақсы. Бұл жерде білім құндылығын айтып береміз. Бізге өмірлік құндылықтар. Иә, біздің өмірлік құндылықтарымыздың бірі білім құндылығы туралы айтып отыр екен. Тамаша. Нұр Исламмен Азаматта қандай мақал шықты? Бұл достық құндылығы туралы айтып Достық құндылығы туралы айтып отыр. Ақылды атқа, достықты сатпа. Тамаша. Мектеп тегіс шырағы. Ол білім құндылығы. Білім. Иә, мектеп теңіз шырағы ма? Мектеп білім. Иә. Жоқ, мектеп кеме, білім, теңіз деген мақал туралы болады. Бұнда бізде қандай құндылық? Білім. Өмірлік құндылықтардың бірі білім екендігі туралы. Тамаша. Келесі сендерде ұшқанда соны іледі, иә. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді. Мұнда қандай не туралы айтып отыр? Тәрбие туралы, отбасы тәрбиесі туралы айтып отыр. Тамаша. Енді сендерге Батыр елдің жандары. батыр туса. Батыр Туса. туса. Ел ырысы. Жаңбыр жауса. Иә, жаңбыр жауса, жер ырысы деген мақал құруға болады екен. Яғни мұнда табиғат пен халыққа батыр туралы айтып тұр, иә? Батыр ол елді қорғайды, жаңбыр жерге тіршілік береді деген сөз екен. Жақсы, осы мақалдардың барлығы қандай сөйлемдерден құралып тұр? Қандай құрмалар сөйлемдерге жатады екен, иә? Өйткені онда неше жай сөйлемдер бар? 7 жай сөйлемдерден құралған. Тамаша балалар. Міне біз жүрдік, жұмысты да орындадық. Енді шаршағандарымыз түгел орнымыздан тұрайық. Серік болдық па? Серік тағы қойайын ба? Тағы да. Жақсы, тамаша. Балалар, енді жаңағы жұптық жұмыс бойынша алдарында дартыс жатыр. Дартысты білеміз ғой? Жебе, ату. Міне осы дартыспен өздерін тағы да 10 баллық жүйеге белгілейді. Қандай баға қойдыңдар өздеріне? 9, иә? Жақсы. Енді балалар дәптермен жұмыс жасаймыз. Ем алып серік алатын болса, дәптермен жұмыс жасап, естерге қазір өздермелі карточкалар қарап беремін, сондағы тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші топ жай сөйлемдерден құрмалар сөйлемдер жасайсыңдар. Екінші топ сурет бойынша шағын мәтін құрап жазасыңдар. Үшінші топ адасқан сөздерді сөйлемдер құрап, оны сөйлем жүйесіне талдайсыңдар. Сендердегі қалыптастырушы бағалау балалар, сендердің алдарында 3 түрде асық тұр. Иә? Міне, тапсырманы орындап болғаннан кейін өздеріңді былай бағалаймыз. Алшысынан түскен асық, егер өте жақсы орындайтын болсаңдар, әркез асығым алшысынан түссін деген мағынада тапсырмаларды дұрыс орындауға бар білімдеріңді саласыңдар да, осы алшысынан түскен асықтарға жауап берулеріңіз керек. Яғни өмірде асықтарым алшысынан түссін. Егер бір кішкене шатасатын болсаңдар, онда біз мына шік түскен асықты көтереміз. Яғни бұл әркез бетім жарық болсын деген сөз екен. Бірақ білімді әлі де толықтыру қажет деген сөз. Үшінші қалыптастырушы бағалау, бұл бүк түскен асықты көтереміз, егер біліміміз жетпей жатса. Бұл өмірде еңсем түспесін, бірақ оқуға күш салу керек екен деген мағынада мен сіздерге осы асықтарды алып келдім. Түсінікті ғой? Бірақ осы тапсырмаларды сіздер алшысынан түскен асықпен жауап береді деген ойда алдарында қалыптастырушы бағалау, оның барлық тапсырманы орындап болған соң көтереді. Түсінікті ме? Қазір сендерге тапсырмаларды беремін. Бірінші топ бізде жай сөйлемдерден құрмалар сөйлемдер құрастырып дедік. Міне алдарына жай сөйлемдер тастадым. Осыдан құрмалар сөйлемдер құрап жазасыңдар. 5 минут уақыт беремін балалар топтық жұмысқа. Екінші топ бізде адасқан, үшінші топ адасқан сөздерден сөйлем құрау. Міне
алдарында адасқан, орын ауысқан сөз деп жатыр. Осыдан сөйлеп сұрайсыңдар да сөйлемей талдайсыңдар. Үшінші топқа мен суреттер беремін. Осы бойынша шағын ғана мәтіндер құрастырып дәптерлерге жазасыңдар. Екеуісіне бір сурет. Қазақты дәптерлерді алыңдар да жазыңдар. 5 минут уақыт беремін. Тапсырмаларды 3 топта орындап болды. Қазір тапсырмаларды қорғап алғаннан кейін өздеріңді домбыра арқылы сәйкесінен бағалайсыңдар. Жақсы ма? Сөзді бірінші топқа береміз. Кім қандай сөйлем сұрады? Сызба бойынша. Нұрислам, сен сөйлемін оқи қой. Мен Көкшетауға бардым. Қандай сөйлем? Жай сөйлем. Тамаша. Азамат, сен сөйлемін оқи қой. Иә. Екінші сөйлемін? Есек ойнады. Су. Бұл қандай сөйлем? Құрмалас сөйлем. Жақсы. Бағалай қой өзіңді, Нұрай. Мен театрға бардым. Жай сөйлем, ойыншыққа қойды. Бұл құрмалас сөйлем. Тамаша. Мен тауға шықтым. Бұл бізде жай сөйлем. Жай сөйлем. Жақсы. Тамаша, жай сөйлем, құрмалас сөйлем құрады. Бірінші топ домбырамен өздеріңді бағалайсыздар. Екінші топ бізге партиямен айтылу даталарды оқу керек. Сөзді жаба алмайды, ақылы көзді дау алмайды. Бейбарыс сұлтанның туғанына 800 жыл. Иә. Ол көбейтуге 40 қосылған түрдің өнген 30 800. Жақсы. тамыз конституциялары бір класстың 16 желтоқсан тәуелсіздік күні 9 бөлінген автобус терминал орнатылды. Жақсы. Жеті атасын білмеген жетесіз, 777 бөлінген 111 тең жеті. Ізеттілік, ұят, адамшылықтың белгісі. Тамаша. Тамаша. 400 бөлінген 100 тең көп. Қазақстан Республикасының рәміздері күні 4-ші маусым. Тамаша. 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 Өздеріңді бағалаңдар. Айтулы даталар мен мерекелерді жақсы орындап шықты. Қандай фигура құрылды балалар алдарында? Пирамида құрылды. Тамаша. Енді үшінші топ. Нұрай. Домбыра шетті аспап, жай сөйлейді. Сасымай іргелі аспап, және оның дауысына бәрі таңғалады. Сол үшін мен де оны таңғалып тыңдаймын. Жақсы, жақсы. Жай сөйлемден құралған мәтін болды, иә? Келесі, Ақбота. Қобызды бәрі сүйсініп тыңдайды. Жай сөйлем. Қобызды бәрі сүйсініп тыңдайды, жай сөйлем. Сендер не құрастырдыңдар? Қазақтың музыкалық аспаптарын құрастырдық. Жақсы. Келесі, Ақбейіл. Бәйтерек ол біздің тәуелсіздік ғимаратымыз, және онымен қоса бізде ту, елтаңба, әнұран бар. Бұл құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлем, иә. Жақсы. Бұл Қазақстан мемлекеттерінің Астанада тұрған ғимарат, және де рәміздеріміз. Тамаша. Үмтар. әртүрлі Қазақстанда олар оюлармен жилеткаларды, көйлектерді киеді және басына тақия киеді. Не туралы құрастырдың сен? Қазақстанның халқының ұлттық киімдері, иә? Сендердің алдарында қандай суреттерді үлестірдің мен? Барлығы қандай құндылыққа жатады? Қандай құндылыққа жатады? Ұлттық құндылық. Біздің аспабымыз, киімдеріміз, рәміздеріміз, бұл біздің ұлттық құндылықтарымыз екен. Жақсы, тамаша. Барлықтарын бағаладық па? Өзімізді әлі бағаладық деп, мен сендерге сенемін. Енді балалар жұптық жұмыста кезектелемін. Қазір сендерге кадрдағы карточкалар деген тапсырмамен сендердің алдарыңа мынандай суреттерді жұптап таратып бермекшімін.
осы суреттер бойынша өз ойларыңызды айтасыздар. Қазір мәнді мағыналы мақал мәтел құрастырып бересіздер. Осы алдандағы суреттер арқылы қандай мақал мәтел немесе мәнді ой айтуға болады, соны маған құрастырып бересіздер. Дайынсыздар ма? Тамаша. Қол көтеріп айтамыз. Аяғы суретін көрсетіп бір кәні. Әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала сорлы бала. Мұнда қандай құндылық туралы айтып тұр? Көркем мінез туралы айтып тұр. Тамаша. Жақсы. Ал әмір. Кітап білім қуағы, білім өмір шырағы. Жақсымыз. Білім құндылығын айтып тұрмыз. Өмірлік құндылықтар. Біздің өмірлік құндылықтарымыздың бірі білім құндылығы туралы айтып тұр екен. Тамаша. Нұр Исламмен азаматта қандай мақал шықты? Бұл достық құндылығы туралы айтып тұр. Достық құндылығы туралы айтып тұр. Ақылды артқа, достықты сатпа. Тамаша. Мектеп тегіс шырағы. Ол білім құндылығы. Білім. Мектеп теңіз шырағы ма? Мектеп білім. Мектеп кемет, білім, теңіз деген мақал туралы болады. Бұнда бізде қандай құндылық? Білім. Өмірлік құндылықтардың бірі білім екендігі туралы айтып тұр. Тамаша. Келесі. Сендерде? Балапан ұясында не көреді? Далаға шыққанда соны істейді. Шыққанда соны іледі. Балапан ұяда не көрсе, шыққанда соны іледі дейді. Мұнда қандай не туралы айтып тұр? Тәрбие туралы, отбасы тәрбиесі туралы айтып тұр. Тамаша. Енді сендерге? Батыр елдің жандары. Батыр туса. Батыр Туса. туса. Ел ырысы. Жаңбыр жауса. Жаңбыр жауса, жер ырысы деген мақал құруға болады екен. Яғни мұнда табиғат пен халыққа батыр туралы айтып тұр. Батыр ол елді қорғайды, жаңбыр жерге тіршілік береді деген сөз екен. Жақсы, осы мақалдардың барлығы қандай сөйлемдерден құралды? Қандай құрмалар екен, өйткені онда неше жай сөйлемдер бар? Екі жай сөйлемдерден құралған. Тамаша балалар. Міне біз жүктілік жұмысында орындадық. Енді шаршағандарымыз түгел орнымыздан тұрайық. Жақсы, тамаша. Балалар енді жаңағы жүктілік жұмыс бойынша алдарында дәріс жатыр, дәрісті білеміз ғой? Жебе, ату. Міне осы дәріспен өздерінің тағы да омалық жүйеге белгілеу. Қандай баға қойыңдар өздеріңе? Енді балалар дәптермен жұмыс жасаймыз. Демалып шеркалатын болса, дәптермен жұмыс жасап, меселерге қазір өзімге карточкалар таратып беремін, сондағы тапсырмаларды орындаймын. Бірінші топ жай сөйлемдерден құрмала сөйлемдер жасайсыңдар. Екінші топ сурет бойынша шағын мәтін құрап жазасыңдар. Үшінші топ адасқан сөздерден сөйлемдер құрап, оны сөйлем жүйесіне талдайсыңдар. Сендердегі қалыптастырушы бағалау балалар сендердің алдарында үш түрлі асық тұр. Міне тапсырманы орындап болғаннан кейін өздеріңді былай бағалаймыз. Алшысынан түскен асық егер өте жақсы орындайтын болсаңдар, әркез асығым алшысынан түссін деген мағынада тапсырмаларды дұрыс орындауға бар білімдеріңді саласыңдар да, осы алшысынан түскен асықтарға жауап берулеріңіз керек. Яғни өмірде асықтарым алшысынан түссін. Егер бір кішкене шатасатын болсаңдар, онда біз мына шет түскен асықты көтереміз. Яғни бұл әркез бетім жарық болсын деген сөз екен. Бірақ білімді әлі де толықтыру қажет деген сөз. Үшінші қалыптастырушы бағалау, бұл бүк түскен асықты көтереміз, егер біліміміз жетпей жатса. Бұл өмірде еңсем түспесін, бірақ оған күш салу керек екен деген мағынада мен сіздерге осы асықтарды алып келдім. Түсінікті ғой? Бірақ осы тапсырмаларды сендер алшысынан түскен асықпен жауап береді деген ой бар. Алдарында қалыптастырушы бағалау, оның барлық тапсырманы орындап болған соң көшірген. Түсінікті ме? Қазір сендерге тапсырмаларды беремін. Бірінші топ бізде жай сөйлемдерден құрмала сөйлемдерді құрастырады дедік. Міне алдарына жай сөйлемдерді тастадым. Осыдан құрмала сөйлемдер құрап жазасыңдар. 5 минут уақыт беремін балалар топтық жұмыстан. Екінші топ бізде адасқан, үшінші топ адасқан сөздерден сөйлем құрау. Міне алдарында адасқан, орын ауысқан сөздер жатыр. Осыдан сөйлемдер құрайсыңдар да сөйлем жүйесіне талдайсыңдар. Үшінші топқа мен суреттер беремін. Осы бойынша шағын ғана мәтіндер құрастырып дәптерге жазасыңдар. Екеуіне бір сурет. Қазақы дәптерден алыңдар да жазыңдар.
Жауап беремін. Жақсы. Шамдайық балалар. Уақыт тоқталды. Бірінші топ болды. Тамаша, бірінші топ болды. Үшінші топтың қайғанып қалдыңдар ма? Жақсы. Жақсы. Тоқтар, бала, уақыт болды. Бүгін біз маған қараймыз. Бірінші топтан бастап, жаңағы топтарға жұмысты қорғауға кірісеміз. Ал Айдана. Әке мен бала келе жатқанда жолда жатқан ескі тағамды көрді. Әкесі тағамды алды да темірші ұсталарға 3 тиынға сатты. Тамаша. Әке мен бала келе жатып жолда жатқан ескі тағамды көрді. Әкесі тағамды алып темірші ұсталарға 3 тиынға сатады. Жақсы, тамаша. Таныстарына осындай сөйлеп құрамыздар, Жақсы. Енді Нұрислам, сен құрмаға сөйлемнің арасына қандай тыныс белгісін қойдың? Үтір қойдың, Өйткені құрмаға сөйлемде үтір арқылы жасалады. Жақсы, тамаша. Ал енді екінші топ, біз сурет бойынша мәтіндер құраймыз дегеніміз, Нұрай өз мәтінін болды қой. Мен 5 асық ойынмын. 5 асық ойын. Қазақтың ұлттық ойынымен мен 5 асықта кәдімгі асықта ойнай алам. Өйткені мен қазақпын, мен өз отаным естіген. Жақсы. Асық туралы 5 асық ойынына шағын мәтін құрастырды, Тамаша. Асық ойыны бұл біздің қандай құндылығымызға жатады? Ұлттық құндылығымызға жатады екен ұлттық ойындарды. Жақсы. Атам мен әжем табиғат аясында тамақтанады. Табиғатта асфальтта жануарлар болады. Әжем жоғарылар әр салады. Жақсы. Табиғат туралы, табиғат тіршілігі туралы мәтін құрады. Тақырыбы бар ма? Қандай тақырып? Ауыл бар. Жақсы. Ал, Кәусар. Мен таңерте ертерек тұрып жолға шықтым, 3 сағат болды. Мен жүргеніме кеттім. Одан кейін мен өзіме домбыра әкеттім. Мен шаршадым да жолда әлі жүрдім. Мен кеттім, одан кейін мен домбырамды алып шықтым. Содан кейін өзімді домбырамды түсірдім. Мен жеткенше қараңғы болды. Және мен сонда қала салдым, өйткені қараңғы болды. Сондықтан мен қалдым, әйтеуір күшті күн болды, маған аман болды. Жақсы, Сен жолға домбыра алып шыққаның туралы жаздың, Кәусар, Домбыра қандай аспап? Ұлттық аспап, Сен домбыра алып шыққан, анықтап жаздың керек. Тамаша. Болдың ба? Нұрай, Алибек? Аяқталған ғой, аяқтап алады. Жарайды, келесі үшінші топқа кезек берейін. Қаны Нұрай. Сендерге адасқан сөздерде сөйлемдер туралы, сөйлем жүзіне талдау болған. Мен бүгін жаттығу залына барамын. Мен бүгін шешім қабылдадым. Адамдар болашақта ұзақ өмір сүреді. Сұңғаттың әкесі үнемі жаттыға алмайды. Адамдар болашақ байлығын үнемдеп қолданады. Жақсы. Қандай сөйлем мүшесіне талдадың? Бірінші, мен жаттығу залына барамын. Сөйлем мүшесіне талдадың ба? Кім талдады? Сөйлем мүшесіне талдау болған, Бастаушы қайсы осы сөйлемде? Бастаушы. Мен, кім? Мен. Етістігі баяндаушы? Барамын. Не істеймін? Барамын. Жаттығу залына деген қандай сөйлем мүшесі болады? Қайда барамын? Залға барамын. Пысықтауыш. Жаттығуға сұрақ қой. Қандай залға барамын? Жаттығу залына барамын. Ол анықтауыш. Қашан барамын? Бүгін. Мекен пысықтауыш. Сөйлем мүшелеріне талдау керек. Талдадың тиіп кәдім. Жетінші сөйлеміңді оқыш. Мен бүгін шешім қабылдадым. Мен кім? Мен қабылдадым. Не істедім? Мен қабылдадым. Баяндауыш, Мен нені қабылдадым? Мен шешімді қабылдадым. Толықтауыш. Ал мен қашан қабылдадым? Мен бүгін қабылдадым. Ол пысықтауыш. Жақсы, тамаша. Ақылда үшінші сөйлеміңді оқи қой. Адамдар болашақта ұзақ өмір сүреді. Талдай қой. Бастауышы, кімдер? Кімдер адамдар. Бастауышы, Ақырет. Не істейді? Ұзақ өмір сүреді. Не істейді? Өмір сүреді. Бұл баян. Күрделі баяндауыш,
қалай өмір сүреді? Ұзақ болып, пысық, дауыс, иә. Болашақтағы сұрақ қойып, қандай сұрақ қойымыз? Қашан ұзақ өмір сүреді? Болашақта бұл мезгіл, пысық, дауыс, иә. Балалар сөйлеп жүргеніне осылай талдау жасауымыз керек екен. Жақсы, тамаша. Тамаша балалар, бұл тапсырмамызда біз ойлардай орындадық. Енді асық арқылы өзіміздің білімімізді бағалап, маған көтеріңдерші. Кім өзінің тапсырмасын қандай дәрежеде орындады? Айдана сен. Айда ғой. Тапсырманы жақсы орындадым. Жақсы ма, өте жақсы ма? Өте жақсы. Өте жақсы орындадың. Сондықтан сендер өздерің барлықтар өздеріңе қандай асықты көтеріңдер? Алшы түскен асықты көтеріңдер. Тамаша. Сендерге алшы түскен асықты көтеріңдер, иә? Үшінші топ. Сендер қандай? Іңгар, сен өзіңе қандай асықты көтердің? Алшы. Иә, алшы. Мен әлі бағаландар дедім, иә? Жарай, жақсы. Әркез асықтарын алшысынан түсіп, осындай білімнің биігінен көрне берулерге сендерде ектесін балалар, иә? Әрдайым асықтарын тек қана алшысынан түссін. Біз де бүгінгі сабағымыздың соңына келіп жеттік. Мен сендерге ұлттық құндылығымыздың бірі, ұлттық баспанамыз киіз үй алып келдім, иә, балалар? Киіз үй біздің қазақ халқының ұлттық баспанасы. Бұл біздің ең басты ұлттық құндылығымыз. Біздің барлық дәстүріміз, ұлттық құндылықтарымыз, біздің осы уақытқа дейін жетуіміз, тарихымыз, салт дәстүріміз, ән жырымыз, күйіміз бәрі осы қазақи баспанадан бастап алған. Тәрбиенің барлығы осы баспанадан, қазақтың баспанасынан бастап алған екен. Ендеше бұл біздің ұлттық мұрамыз, ұлттық құндылығымыз. Бұны біз ешқашан да ұмытпауымыз керек. Оны біз болашақ ұрпаққа алып қалуымыз керек. Ендеше бүгінгі біздің кері байланысымыз рефлексиямыз осы киіз үй деп аталады. Егер бүгінгі сабақ сендерге ұнаса, өздеріңнің жауаптарын, бүгінгі тақырып бойынша жауаптарын ұнап, жақсы жауап бердім десеңдер, біз мына алтын түсті ойынды қайтеміз өздеріңді бағалап, осымен жақсырасыңдар, иә, қазақ университетіне. Ал егер бүгінгі жауаптарым сендерге кішкене өздеріне әлсіз болып көрінсе, кішкене сәл білімдерін жетіңкіремей тұратын болса, онда көп түсті ойынды жақсырамыз. Ал егер сабақта сендер қиналсаңдар, сабақты бүгін толық түсінбей қатыса алмай қалсаңдар, онда қызыл түсті ойынды осы біздің ұлттық баспанамызға қазақ университетіне қайтеміз жақсыратын боламыз. Түсінікті ғой? Бүгінгі сабақ ұнады ма? Ұнайтын болса, онда біз қазір осы ойларды жазған, бірақ ойларды ашық айтыңдар, ашық айтыңдар. Сабақ маған өте жақсы болды. маған өте жақсы ұнады. Сосытынан жатқан Мен сабақты өте жақсы түсіндім. Жақсы. Маған сабақ қатты ұнады. Тамаша. Көш қайда біз көп па, сол жерге жатқа береміз. Маған сабақ қатты ұнады. Жақсы, тамаша, оқаңыздар. Балалар, міне, біз өзіміздің ұлттық баспанамызды тек қана алтын түсті оюлармен қайтып безендіріп шықтық. Ендеше бұл не деген сөз? Түсіндіңдер? Өткен жай сөйлем, құмала сөйлем туралы білімдерді ортаға сала алдыңдар, сабақ сендерге ұнады. Тамаша балалар. Ендеше мен де қазір сендерді бағалап кеткім келіп тұр. Бүгінгі сабақта қатысқан барлықтарына тек қана рахмет айтамын. Мен сендерді енді 10 балдық бағалау арқылы бағаласам. Бүгінгі сабақта өзінің үздік білімін көрсетіп отырған оқушылар бар. Сосын сәл кішкене өздері сәл аша алмай қалған білімдері бар, дәптерге орындап отыр, бірақ өздері сәл аша алмай қалғанда оқушылардың болды. Сондықтан қазір сендерді бағалауға рұқсат етіңдер. Бүгінгі сабақта үздік білімін көрсеткен Әміргенге 10 балл қоямын, Нұрайға, Айданаға 10 балл қоямын, Нұрайға 10 балл деген баға қоямын, Ақбілге 10 балл деген баға қоямын, иә? Сосын Аялыға 10 балл қоямын. Енді білімін сәл ашыла алмай қалған, бірақ тапсырмаларды жақсы орындап отырған, жоғары дәрежеде олар бізде Нұрай, Нұрислам, Каусар, Ақбота, Азамат сендерге 9 балл қоямын. Содан кейін кішкене сәл ашыла алмай қалған бізде Айым саған 8 балл қоямын. Сен бүгін тапсырмаларда кішкене топтық жұмыстарға белсене араластың, бірақ жауап беруге келген кезде сен жауап берген жоқсың, сонда саған 8 балл қоямын, Іңкәр саған да 8 балл қоямын. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа көп рахмет. Біз осымен осы тарауды аяқтадық. Үйге сендерге мақал құндылықтар туралы құндылықтарды енгізетін 5 мақал материал жазып беруді тапсырамын. Оның құрамында жай сөйлем бар, құрмала сөйлем бар, анықтап келесіңдер.
үй тапсырмасына 5 мақал жазып келесіңдер. Сабақтарыңа көп рахмет. Сабақ аяқталды.